Табан қабырғасы түбірасты 3 болатын ДАБЦ үшбұрышты дұрыс пирамида берілген. Бүйір құры табан жазықтығымен 60 градус бұрыш жасап көлбеген. ДАЦБ АЦ векторларының қосындысының ұзындығы неге тең екенін табу керек. Шарт бойынша пирамиданың суреті. Бұл жерде ескеретін жағдай, дұрыс пирамида дегесін табандағы мына АБЦ деген үшбұрыш тең қабырғалы деп түсіну керек. Мына жерге бөлек үшбұрыш салып қояйын АБЦ-ны. Мына салған АБЦ үшбұрышында табандағы мына үшбұрыш деп ойлаңыздар, міне АБЦ-ны осы үшбұрышты мына жерге бөлек салып отырмын. Сосын есептің берілгені бойынша тағы да ескеретін жағдай, 60 градус бұрыш деген бар ғой. Оны қалай түсінеміз? Мысалы, табанның дәл центрін табатын болсақ, бұл центрі мына тең қабырғалы үшбұрыш болғасын, оны міне былай биіктік түсірсем, былай биіктік түсірсем, ол әрі биіктік, әрі бисектриса, әрі медиана болады, бәрі бір нүктеде қиылысады ғой. Дәл сондай міне табанды сондай жүргізуім керек та, міне. Осылай міне. Центр осы жерде болады. Осы центрден былай қарай түсірем. Мына жер бізде 60 градус қой, міне. Мынау бізде 60 градус. Тікбұрышты үшбұрыштар мына жерде міне. Мына жер 90 градус. Мына жер 60 градус деген сөз, мына жер 30 градус деген сөз. Сосын бізге не табу керек, соны түсініп алайықшы. Бізде мына ДАЦБ АЦ деген үш вектордың қосындысының ұзындығын сұраған. Енді осы үш векторды қосайық. ДА-ға ЦБ векторын қосайық, осының қосындыға АЦ векторын қосайық. Бірақ мына жерде бірінші мына ДА мен АЦ-ны қосып алған ыңғайлырақ сияқты. Мысалы, векторларда үшбұрышта қосу ережесі бар ғой. Параллелограмм ережесі және үшбұрыштар ережесі. Сол үшбұрыш ережесіне келеді. Мысалы, бір вектор басталады да, міне. Мысалы, А векторы, осы міне, мысалы, Б векторіне барды. Осыдан жалған тағы бір вектор шықса, міне, С деген мысалға, мына АБ векторы мен БЦ векторының қосындысы, АБ векторы плюс АЦ векторының қосындысы, ол бізде Адан басталды ма, С мен аяқталды ғой. Бір-біріне тізбектеліп кете беретін болса, осылай. Онда міне, мына бірінші әріпін жазамыз А деген, және ең соңғы әріпін жазамыз С деген. Сонда АЦ вектор ғой. Бұл үшбұрыштар ережесі. Мынау да дәл сондай да, міне. ДА векторы мен АЦ векторын қосып тұр ма, міне. ДА векторы, АЦ векторы. Д-дан басталып тұр, С мен аяқталып тұр. Яғни мына екеуін қосқанда ДЦ болады деген сөз ғой. Сосын ДЦ векторы мен С векторын қосқан кезде, міне ол да бір-біріне ДЦ, С-дан жалған В-ға барып тұр ғой. Ол да үшбұрыштар ережесі. Яғни Д-дан басталады, сосын В-дан аяқталып тұр. Онда былайша айтқанда бізге ДВ-ның ұзындығын таппайды. Ал ДВ деп отқанымыз, мына артында бүйір құры ғой мынау. Жалпы үш бүйір құры да тең ғой енді. Біреуін тапсақ, бәрін тапқандай боламыз. Яғни пирамиданың бүйір құрын табу керек екен бізге. Сонымен не табу керек екенін ыңғайланып алдық. Осы мына жерде енді қарайықшы, тікбұрышты үшбұрыш шығып тұр дедік қой. Бізге міне мынау, міне мына жерде бізде тікбұрышты үшбұрыштар міне. Осы бізде тікбұрышты үшбұрыш. Мына жер 90 градус, мына жер 60 градус, сәйкесінше мына жер 30 градус болады. Ал 30 градусқа қарсы жатқан катет, яғни мына катет, мына гипотенузаның жартысы болу керек қой. Я мен гипотенузаны тауып алуым керек, я катет тауып алуым керек, екеуінің біреуі. Ал мен табанды мен бағана қызыл сызып қойдым ғой, міне, мыналар бізде әрі бисектриса, әрі медиана міне жаққа бөлек салып қойдық міне. Сол мен нүктеге дейінгі аралық тапсам, мына жерші, нүктеге дейінгі аралық мына жерге дейін. Адан бастап, мына О дейтін болсам, мына Оға дейінгі аралық тапсам, міне Адан Оға дейін қанша? Соны тапсам болды мен. Мына катет тапқандай боламын да. Мына жа айттым ғой, 30 градусқа қарсы жатқан катет, ол гипотенуза жартысы. Осы катетті екіге көбейтсем, мынау шыға қояды екен. Жақсы, онда кірсек. Бізде мына табан қабырғасы АБЦ деген. Ол қабырғалардың бәрі түбірасты үш дейді. Тең қабырғалы үшбұрыш қой, енді бәрі түбірасты үш болады. Енді мысалға, мынау әрі медиана емес па? Мына қабырғаны теңді екіге бөледі ғой. Значит, мына жері түбірасты үштің жартысы. Түбірасты үш бөлінген екі. Мына жер түбірасты үш. Бұл жерде сонда да Пифагор теоремасы орындалып тұр да. Міне. Мына жер түбірасты үш бөлінген екі. Мына жер түбірасты үш. Түбірасты үш деген гипотенуза. Түбірасты үш бөлінген екі деген ол бізде катет. Енді мына катет табуымыз керек. Олай болса, мысалы А, мына жер К деп қоятын болсам, АК-ның ұзындығын табу үшін түбірастында түбірасты үштің квадрат деймін. Азайтамын да
түбірасты 3 бөлінген 2-ні квадрат деймін. Осыдан мәні неше шығады мысалға? Түбірас 3-дің квадраты 3. Түбірас 3 бөлінген 2-ның квадраты 4-тен 3. 3-тен 4-тен 3 айтсақ, 3-тен 9, 4-тен 9, түбірден шығарсақ 2-ден 3 болады. Немесе 1,5. Бұнда АК-ның ұзындығы 1,5 екен мұнан. Осында да ереже бар ғой. Медианалардың қиылысқан жері, медианалар қиылысқанда 2-де 1 қатынаста болады. Яғни ровно 3-ке бөлсек, 2 косогы мұнда, 1 косогы мұнда. 2 косогы мұнда, 1 косогы мұнда деген сөз ғой. 1,5-ді ровно 3-ке бөлсек, 0,5-тен келмей ме? Бұл 0,5-тің 2-і мына жерде 1 болады сонда. Сонда бізде 1-ге тең екен. Өтсіздер ма? Мына медиана деген 1,5-ға тең деп айттық жаңа. Мына медиана. Осыны мына қиылысқан жерде, ортада, ол 2-де 1 қатынаста бөлінеді. Яғни 2 косогы мұнда, 1 косогы мұнда деген сөз ғой. Ровно 3-ке бөлінеді. Енді, мысалы, 1,5-ді 3-ке бөлсек 0,5 болады. Бұл 0,5-тің 2-ні мұна жаққа аламын. 2 ол 1-ге тең ғой. Сосын 1,5 мына жақта тұрады. Общий 1,5 шықты, көрдіңіздер ме? Сонда мына жері 1 см болса, 2-ге көбейтемін, мына жері 2 см деген сөз ғой. Онда бізге жауабы ДА деген, немесе ДВ, ДЦ бәрі тең ғой. Бізде 2 см болады екен жауабы. Назарларыңызға рахмет.